Бүгін біз 2024 жылы шыққан Пчеловод деген боевик киноға шолу жасаймыз. Басы кейіпкеріміз Джейсон Стэтхэм. Достар, каналымызға тіркелуді ұмытпайық. Ал ендеше кеттік. Кино басы Адам Клей деген басты кейіпкерімізді байқаймыз. Омарташы болып жұмыс істейді. Осы жердегі үйшікті Элоиз деген әйел оған жалға тұруға берген екен. Жолда Клей кетіп бара жатқанда Элоиз кездесіп кешкі асқа шақырады. Кейін Элоиз үйіне барып ноутбугын ашып жұмыс істемекші еді. Бір кезде ноутбукқа хабарлама келеді. Сіздің дискіңіз бүлінді дейді. Ол жерде телефон нөмір жазылып тұр екен. Элоиз сол нөмірге қоңырау шалады. Сонда тұтқаны United Dead Group деген компания алады. Олар арнайы клиенттерді алдайды екен. Элоиз өзінің проблемасын айта бастайды. Сол кезде Гарнет деген компания бастығы сізге арнайы қолтаңбаны жүктеп алу керек дейді. Ол үшін біздің сайтқа кіресіз, сосын жүктеу деген пернені басасыз дейді. Элоиз бәрін айтқандай жасайды. Әлгілері болса, Элоиздің картасындағы ақшаларын қарай бастайды. Элоиз өзі балалар үйінде директор болып жұмыс істеуші еді. Сол балалар үйдің ақшасы тұрады. 2 миллион доллардай ақша екен. Срань господня! Ладно, она подписала счет на 2 миллиона долларов. Гарнет Элоизға келесі қадамдарды айтып, Элоиздің ноутбугі сөніп қалады. Да, ёптать! Вот о чем я говорю! Ал бұл компания кемпірдің бүкіл ақшасын сыпырып алады. Кейін Элоиз ноутбугын қайтадан қосып қараса, бүкіл ақшасы нөл болып тұр. Элоизаның көңіл күйі өзгеріп кетеді. Бірден телефонға хабарлама келеді, сізді алдаған сияқты деген екен. Элоиз болса, мен не бүлдірдім деп отырады. Адам Клей ар жақта бір банка балын алып Элоизаға қонаққа келе жатады. Сөйтіп үйіне кіргенде, оның артынан тапанша тақып Верона деген қыз тұрады. Элоизаның қызы еді. Клей оны танып тұр, ол бұрылып көңіл айтамын дейді. Қарасақ, Элоиза өзіне қол жұмсапты. Қызы болса, енді анасына қонаққа келген түр еді, жылай бастайды. Верона өзі полиция қызметкері еді, сол себепті бірден әріптестері жетіп келеді. Басқа әріптестер болса, Элоиздің өз-өзіне қол жұмсағанын айтады. Верона оған сенбей тұр. Бұл жігіт не істеп жүрді түнде дейді. Жалпы менің анам өмірді жақсы көретін адам. Ешқашан олай жасамас еді дейді. Клейді алып кетеді. Кейін Верона ноутбукты ашып қарап, анасының өлімінің себебін біледі. Ал біраздан кейін полиция қызметкерлері Клейді қайтадан әкеп тастайды. Қаруда тек қана Элоиздің қолының ізі болды дейді. Артынан Верона Клейдің омартасына барып, Клейден жала жапқаны үшін кешірім сұрайды. Мүмкін бірдеңе ішесің дейді. Оған Клей тек қана қасыңда отыра аламын дейді. Екеуі әңгімелесіп, Верона Клейге анасына қарап жүрген үшін рахметін айтады. Сосын Верона негізгі себепті айта бастайды. Олар анамды тонап кетіпті. Бүкіл ақшасын картасынан сыпырып алыпты. Ол ақшаның бәрі балаларды кет дейді. Клей болса, бұлар кімдер дейді. Бірақ бұл компания жайлы полиция қызметкері де білмейді екен. Ешбірінде қарсы дәлел жоқ. Ал ол компания осылай қаншама адамның ақшасын өздеріне аударып алған. Артынан Клей өзінің танысына қоңырау шалады. Сөйтсе Клей жай адам емес, ол омарташы деп аталатын ұйымының бұрынғы мүшесі екен. Көмек сұрайды. Жұрттан ақша ұрлайтын компанияны тауып берші дейді. Көмекшісі тауып береді. Сөйтіп Клей өзінің ескі көлігімен жаңаға United Dead Group деген компанияның ғимаратына келеді. Екі күзеттегі жігіт кіргізбей тұрған еді, Клей оларды ұрып тастайды. Клейдің қолында 2 канистр бензин болады. Тіпті кіре салысымен ең бірінші қарсы алған қызға ескертеді. Сосын әлгі Гарнеттің қол астындағы отырған адамдарға келіп ескерту жасайды. Қазір барлықтарыңыз мен қателестім, енді ешқашан адамдарды тонамаймын деп айтасыздар дейді. Біреу өзінше тұрып еді, Клей оның бытшын шығарып ұрып тастайды. Сосын жұрт осыдан кейін Клейдің артынан қайталай бастайды. Біз енді ешқашан жұртты тонамаймыз дейді. Клей болса, ал енді сендерге оңай болу үшін мен бұл жерді жағып жіберемін дейді. Мыналар болса, қаша бастайды. Бір кезде Гарнеттің өз жетіп келеді. Сен кімсің өз дейді. Клей оның қасындағы жігіттерді ұрып тастайды да, оның көзінше осы жерді жарамын деп айтып тұрады. Гарнет болса қашып кетеді. Ал бұл жер жарылады. Дерек Денфорд деген жігіт болады. Ол осындай компания
компаниялардың бәрін басқарады. Жаңағы Гарнет оған қоңырау шалып мәселенің бәрін айтады. Бір жігіт келді де бүкіл офистің бәрін жарып жіберді дейді. Ага, колл-центра больше нет. Я стою здесь и смотрю на здание стоимостью в 30 лямов. Дерек болса, бірден өгей әкесіне жақындап, мәселені шеше аласың ба дейді. Уоллес деген шал еді. Уоллес болса, мені оған араластырма дейді. Дерек кейін Гарнетке қоңырау шалып, өзің ол жайлы біліп ал, біз ештеңе жасай алмаймыз дейді. Бірнеше жігіттерді қасыңа алда, ол жігіттің көзін құрт дейді. Мэтт деген агент Веронаға қоңырау шалып, сенің айтып жүрген компанияң жарылыпты дейді. Бірден сол жақта Верона жүреді, қасында Мэтт бар. Ал Гарнет өзінің адамдарымен соңғы алданған клиент Элоиза еді деп сол үй жаққа келеді. Бірден Гарнет алыстан Клейді көріп, мынау жігіт дейді. Олар бірінші барып бүкіл аралардың үйін атып бұзып тастайды. Сосын Клейді аңдып оның омартасына жетіп келеді. Клей осы арада тығылып қалады. Сосын Клей кезек-кезегімен жігіттерді құлата бастайды. Ең соңында ақыры Гарнеттің өзін ұстап алады да саусақтарын кесіп тастайды. Сосын оны өзінің ескі көлігінің артына итеріп жібереді. Веронаға әріптесі келіп, сенің анаңның үй жағында өрт болыпты, кеттік дейді. Олар бірден сол Элоизаның қарамағына барады, қараса жанып кеткен денелер бәрі сол United Dead Group компаниясында істеген адамдар екен. Гарнет болса көлігімен тоқтап Дерекке қоңырау шалады. Ол жігіт бәрімізді құртты, саусағымды кесіп тастады дейді. Дерек болса кім ол дейді. Гарнет оған оны бәрі омарташ деп айтады дейді. Бір кезде Клей оны бір береді де, сосын сыртқа шығарып денесіне бір арқан байлап қояды. Ол арқанның бір шеті өзінің ескі көлігінде байлаулы болады. Клей әлгі көлікті жүргізіп жібереді, ол көлік суға кетіп Гарнетті алып кетеді. Клей болса Гарнеттің көлігіне жақындап тұтқан алады. Кім бұл дейді. Дерек болса боқтай бастайды. Сонда Клей, байқап тұрмын, боқ мұрын жас біреусің, енді сенің кезегің дейді. Сосын Гарнеттің көлігімен жүріп кетеді. Дерек болса өгей әкесіне мәселені айта бастайды. Уоллес бірден омарташы деген ұйымының басшысына қоңырау шалып көмек сұрайды. Ал полиция қызметкерлері осы арада Гарнеттің денесін тауып алған екен. Уоллес болса әр жақта омарташы ұйымына өзінің проблемасын айта бастайды. Сендердің бір жігіттерің бізге кедергі болып жүр дейді. Омарташы ұйымының басшысы кейін Адам Клейді алып тастаңдар тізімнен деп өздерінің қызметкерлеріне бұйырады. Тіпті бір есуас қызды жібереді. Ол қыз сол Клейді өлтіру тиіс. Бірақ Клей керісінше бұл жынды қызды жағып жібереді. Омарташы ұйымының басшысы қайтадан Уоллеске қоңырау шалып, біз өзімізше шешпекші болдық, бірақ болмады. Кешір, біз ештеңе жасай алмаймыз дейді. Жаңағы жанып кеткен жанармай жаққа полиция қызметкерлері келеді. Ол жерде олар аралар туралы кітап тауып алады. Верона бір кезде Клейдің қайда баратынын ақырындап түсіне бастайды. Уоллес болса өзінің қарамағындағы жігіттерді жинап алып, омарташы жігіт туралы айта бастайды. Байқап жүріңдер дейді. Веронаның жұмысына штат жақтан бастықтар келеді. Венора болса есеп беру барысында омарташы Адам Клей жайлы бәрін айтады. Басқа жақта тағы да бір компания болады. Nine Star United деп аталады. Бұл жерде де бір жігіт жүргізуші болып жүреді. Осы жерге Клейдің келетінін білген қызметкерлер мен компания директорлері өздерінің адамдарын спецназдарын жібереді. ФБР спецназдары да келеді. Спецназдардың бір бөлігі келіп, Nine Star United компаниясындағы адамдарға кетіңдер деп ескертеді. Бұлар сол Деректен келген спецназдар еді. Сырт жақта ФБР спецназдары жүрген еді. Ол жерге Клей келіп, соларды жан жаққа шашып тастайды да, бір жігітті өзімен бірге алып ғимараттың ішіне кіріп кетеді. Әлгі іштегі спецназдар кетпекші болады. Бір кезде ол жерге Клей араласып жетіп келеді. Сосын бір жігітті өзімен алып кетіп, оқтан қорғанып тұрады. Кейін коридор жаққа қашып кетеді. Оны спецназдар аңдып келеді. Клей болса кезек-кезегімен бәрін тарсылдатып құлата бастайды. Верона мен әріптесі жетіп келіпті, қасында тағы да қызметкерлер. Клей олардың да бытыштын шығарады. Кейін Клей бағанағы жүргізуші болып жүрген жігітке келіп, оны ұстап алады. Кім сендердің бастықтарын деп сұрай бастайды. Әлгісі айтпай жатыр. Клей оның басынан тапаншамен ұрып, сосын Элоизаның суретін көрсетеді. Жалғыз кісі еді, менің қамқорлығына алған. Бейшара кісінің бүкіл ақшасын сыпырып алдыңдар. Сол себепті де кім бастықтарын айт дейді. Әлгі жігіт Деректің суретін көрсетеді. Бір кезде Верона келіп Клейге берілуін сұрайды. Клей тығылып тұрып, осы
осындай компаниялар сенің анаңның өліміне кінәлі дейді. Верона болса, мен сенемін, бірақ заң бар дейді. Клей сонда, заңдарын жүрмей жатыр. Ондай жағдайда мен заң жүргіземін дейді. Кейін кетіп қалады. Жолда Клейді Мэтт қуып еді, Клей оны құлатып тастайды. Мэтт сонда, менде балаларым бар деп қалады. Дерек және Уоллес кездесуде отыр еді. Бір кезде Уоллеске қоңырау шалынып, бүкіл болған жағдайдың бәрін айтады. Уоллес кейін Дерекке қарап, анаңа хабарлас, сенің анаң ғана бұндай жағдайды шеше алады дейді. Дерек болса, не қорқып кеттің бе деп анасына қоңырау шалады. Анасына келетінін ескертеді. Ал әр жақта Верона және әріптесі Мэтт екеуі қашықтықтан бастықтарына қоңырау шалып есеп береді. Келесі, Клейдің өлтіретін адамы ол осы бүкіл компаниялардың бастығы Деректің анасы Денфорд болуы мүмкін дейді. Денфордтың қарамағында жиналыс болып жатады. Жан-жақтан қонақтар келіп жатыр. Дерек пен Уоллес екеуі Денфордтың үйінде тығылып отыр. Лазарус деген бір жігіт отырады. Ол да жалдамалы киллер еді. Лазарус болса, келсін ол жігіт, көрсетемін деп қояды. Клей болса, ақырын ғана білдіртпей, жүк көліктерінің астыңғы жағымен жорғалап бері келе жатады. Кейін көліктердің астын тексеріп жүрген бір спецназды ұйықтатып, соның киімін киіп алып, адамдармен араласып кетеді. Сосын костюм шалбар киіп қонақтардың арасында жүреді. Дерек болса, бір қызбен сөйлесіп тұрған еді, оны анасы өзімен бірге алып кетеді. Қарасақ бөлмеде Веронаның бастығы отыр екен. Үшеуі отырып, жаңағы қызметкер Деректен бәрін сұрай бастайды. United Dead Group, тағы да басқа компанияны білесіз бе дейді. Дерек оған, иә, мен бастығымын олардың дейді. Оны тіпті анасы білмейді екен. Клейді бір кезде Верона байқап қалып артынан ере бастайды. Далаға шығып, Лазарус бәрі Клейді ұстап алады. Клей бері бұрылады. Бір кезде Клей қолындағы пернені басып қалып, әр жақта көліктер жарылады. Клей Лазарусты атып тастап, басқаларын да атып, әр қашып кетеді. Әр жақта Денфорд ұлы Дерекке ұрсып жатыр. Ал Клей кезек-кезегімен бүкіл қызметкерлерді құлатып, үстіңгі қабатқа көтеріліп келе жатады. Бір кезде алдынан Лазарус атып шығады. Клей онымен төбелесіп, ақыры оның көзін құртады. Жолда оны Уоллес тоқтатып, болды енді жетер, біз түсіндік дейді. Клей болса, жарылғыш орнатып жатыр еді. Уоллес кедергі болмақ еді, Клей оның қолын қайырып тастайды. Әр жақта Дерек әлгі полиция қызметкерін атып тастайды. Болды енді, ешкім ол жайлы білмейді дейді. Бір кезде Клей де жетіп келеді. Верона да келіпті, Клейге тоқта деп жатыр. Ал Дерек болса, өзінің анасын қаруға ұстап тұрады. Сонда Клей Веронаға қарап, заң маңызды ма, әлде әділдік маңызды ма, таңда дейді. Кейін Клей Деректі атып түсіреді де терезеден секіріп түседі. Артынан Верона қарап тұрып, оны атпай жібере салады. Адам Клей болса, судың жағасына барып, киімін ауыстырып, көзден ғайып болады. Солай кино аяқталады.